Табиғат суы мен нуына жарытпаса да, жерасты қазба байлығымен жарылқаған қаланың алғашқы қазығы 1964 жылы қағылды. Алдымен жұмысшылар поселкісі пайда болды. Онда тұңғыш мұнай кәсіпшілігі басқармасы құрылды. Қазақ кср-іне еңбегі сіңген мұнайшы, КСРО-ның құрметті мұнайшысы Рахмет Өтесінов оның бірінші бастығы болып тағайындалды. Сол кезеңде құрылысшылардың 10 шақты вагоны ғана тұрған екен. Құрылысшылардың өздері оған Газгородок деп ат қойған еді. Болашақ қаланың құрылысы КСРО мұнай министрлігіне қарасты Главгаздың Ростовтағы тресінің су 13 деп аталатын бөлімшесіне тапсырылған болатын. Оның басшысы Захаров деген кісі болған. Солардың құрылысты жаңа бастаған кез еді. Алғашқы 2 барақтың біреуін тездетіп бітіріп, жаңа мекеменің бастығы Рахмет Өтесіновке тапсырған. Олардың жұмыс кеңсесі де, жатағы да сол болды. 1968 жылы шілде айында өзенге Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы Дінмұхамбет Қонаев келіп, өлкедегі толғағы жеткен маңызды мәселелерге нүкте қойды. Өзенде қала салуды заңдастырды. Қазақ КСР жоғарғы кеңесі президиумының 21 қазандағы жарлығымен Гурьев облысының құрамында өзен ауданы құрылды. Қала типтес Новый Узен поселкісі қала атанды. Бұл атаудың қойылуына Рахмет Өтесінов пен Захаров арасындағы мына сұхбат дәлел. Мен мөр штампыға тапсырыс бергенде өзен деп жазғанмын. Біз бұл жерге Газгородок деп ат қойғанбыз. Жоқ, бұл жер енді өзен деп аталады. Өзен деген ана экспедиция орналасқан жер емес пе? Ол ескі өзен, ал мына жер енді жаңа өзен болады. Онда жаңа өзен деген сөзді қосып жазбайсың ба? Осылайша болашақ қала жаңа өзен деп аталды да кетті. Тарихқа шегініс жасасақ, өзен мұнайын барлау жұмыстары сонау 1958 жылы басталғанда. Құрал саймандарды 700 шақырымға жолсызбен тасымалдау, көлік жетіспеушілігі, су көздерінің жоқтығы істің алға басуына кедергі келтірді. Алайда мамандар мұнай іздеу жұмыстарын бастап кетеді. Арнайы геологиялық іздестіру партиясы құрылған. 1960 жылы қыркүйекте бұрғылау шебері Ғазиз Абдразақов бригадасының оңғысынан өзен кен орнында Маңғыстауда тұңғыш рет табиғи газ алынса, 1961 жылы желтоқсан айында Михаил Кулебякиннің нөмірі 1 ұңғысынан 1248-1261 метрден сынақ кезінде алғашқы мұнай фонтаны атқылады. Сөйтіп, өңірде мұнай мен газдың мол қоры бар екені әлемге әйгілі болды.